وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті бауырлар, бүгінгі иншаалла берекелі кешімізде қажылық турасында сабағымызды жалғастырамыз. Өткен сабағымызда, бірінші сабағымызда сол қажылықтың шарттарын алдық, 5 шарты, және де рүкіндерін алдық, және де уаджибтерін алдық, және де махзуратул хадж, және тыйым салынған, ихрамдағы адамға тыйым салынған нәрселерді алған болатынбыз, баракаллаху фикум. Сол бүгінгі сабағымызда түсінікті тілмен қалай болатындығын, қажылықтың қалай жүзеге асатындығын иншалла айтуға тырысамыз Аллахтың көмегімен. Бірінші сабақта айтуға ұмытып кеткен бір жерім бар, ол әйелдерге қатысты. Бұл әйелдерге қатысты шарт. Яғни бұл шарт па, шарт емес екен дегенде ғалымдардың арасында тартыс бар. Яғни бұл махрам болу. Әйелдермен бірге қасында махрамы болу. Махрам деген ол балиғат жасқа жеткен, немесе баласы, немесе інісі, немесе ол әкесі болуы мүмкін, ағалары болуы мүмкін, жаңа сүтті бауырлары болуы мүмкін. Баракаллаху фикум. Осындай кезде әйел адам не істейді? Осыларды өзіне махрам қылып, сапарға шығып, қажылыққа барса болады. Баракаллаху фикум. Осы бір маңызды бір мәселелердің бірі әйел адамдар үшін. Тек қана күйеуге шығуға ешқандай үміті жоқ үлкен апалар, әжелер болатын болса, жасы үлкен, оларға байланысты ғалымдардың арасында сөздер бар. Бірақ көпшілік ғалымдар, яғни қандай әйел болса да, жасы үлкен болсын, кіші болсын, оған сол махрам болу керек дейді, сапарда махрам болу керек. Өйткені пайғамбар хадисінде солай келген. Сол осы бірінші сабақта жаңағы қалып қойған бір мәселе, маңызды мәселе осы еді. Енді жалпы қажылықтың 3 түрі бар. Ол ифрод, яғни қажылықтың тек қана өзі жасалынатын қажылық, яғни умрасыз. Екінші түрі бар, ол қиран. Ол қажылық пен умраға бірдей ниет қылынады. Үшінші түрі бар, ол таматту. Ол таматту деген бірінші умраны ниет қылып, умра жасалынады да, сосын 8-ші Зүлхиджаның жаңа хадж айларының сол Зүлхиджа айында 8-ші күні сосын қажылыққа ниет қылады. Баракаллаху фикум. Яғни қазір егер жазып алсаңыздар, өздеріңіздің дәптерлеріңізге, қағаздарыңызға бірінші айырмашылықтарын айтып берейік. Мысалы, таматту, яғни бұл адам таматту қылған, яғни ол қажылықтың ең абзал түрі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыған қызықтырды. Сахабалар өздерінің қастарында соятын малы болмаған сахабаларға сол қажылық кезінде соятын малы алып келмеген өзі, жаңағы неден миқаттың сыртынан алып келмеген сахабаларға өздерінің қажылықтарын умра қылып жіберуге пайғамбар соған бұйырған. Кімнің қасында малы жоқ,
яғни солар умраға ниет қылып жіберуге пайғамбар соны бұйырған. Ол біріншіден. Екіншіден, өзі де айтқан, сол мен егер мен білгенімде дейді осылай болатындығын, мен өзіммен бірге малды алып келмес едім дейді пайғамбар. Яғни бұл қажылықтың ең абзал түрі ол таматту. Ол адам ең абзал түрі екі ихрам қылады. Ол біріншісі қажылық айларында умрамен кіреді, Меккеге умрамен ниетімен бірінші. Сосын сол Меккенің ішінде умрасын жасайды да, умрадан ихрамның жағдайынан шығады, жай қарапайым киімді киеді, бүкіл не тыйым салынды, соның барлығы оған рұқсат болады. Киім кие берсе болады, басын жапса болады, әйеліне қосылса болады, барлығы рұқсат болады оған. Солай қарапайым киіммен, қамиспен деген сияқты жүре береді де, мысалы, жаңағы Зүлхиджа айының 8-ші күні қажылыққа ниет қылады да, ихрамға кіреді де, қажылық басталады ол үшін. Баракаллаху фикум. Осы мутаматти қажылықтың ең абзал түрі осы, ол екі ихрам қылады екен осы сапарда. Яғни қайтадан айтамыз, ол қажы айларында, қажылық айы дейтін өзі бір 3 ай бар. Қажылық айы Рамаданнан кейінгі Шауал айы қажылық айының қатарына жатады, немесе Зүлқаада және Зүлхиджаның 10 күні, немесе соның барлығы деп аталады. Және ғалымдардың арасында кішкене тартыс бар бұл мәселеде. Сол осы Шауал айында мысалға сапарға кетті, Меккеге қажылық қылам деп, егер ол мутаматти қажылықтың ең абзал түрін жасайтын болса, бірінші ол умра ниет қылады. Ал қарин, жаңа қиран түрі, екінші түрі бар, пайғамбар жасаған түрі, ол ихрамға кірді, пайғамбар ол кірген кезде өзімен, жаңа миқаттан өткен кезде өзімен малы болған еді, соятын малы болған еді. Сол үшін егер кім, енді ондайлар қазір өте аз, тек қана сол Меккенің айналасында тұратындар солай жасауы мүмкін, бірақ шындығына келсек, ондайлар өте аз қазір, өзімен бірге мал апаратын. Ондай жағдай да қазір қиын. Пайғамбар бірақ сол кезде олар малды өзімен апарған. Сол қиран, ол кішкене енді ауырлау, малын апарат біріншіден өзімен бірге, екіншіден сол бір ғана ихрам қылады ол. Мысалға Шауал айында кірді ма Меккеге қажылық жасаймын деп, енді қажылық біткенше дейін ол ихрамнан шықпайды. Яғни ол жаңағы мутаматти сияқты емес. Мутаматти ол шындығына келетін болсақ, ол өте жеңіл. Өзімен бірге мал алып келмесең болады, және де умра жасап алғаннан кейін шашын қысқартады, немесе түгелдей алады. Солай ихрамның жағдайынан шығады да, қарапайым киімді киіп, сол қажылықтың жаңа Зүлхиджа айының 8-ші күнін күтеді. Баракаллаху фикум. Сол үшін қиран ол бір ғана ихрам қалады да, солай қажылықтың жаңағы басталатын күні, ол 8-ші күні, жаңағы барлығы Минаға аттанатын кез. Ал ифратқа келетін болсақ, муфрид, ол тек қана қажылықты ниет қылады, болды. Умра жоқ, ода тек қана қажылықты ниет қылады, ол да бір рет қана ихрам қалады. Сол қажылық айларында, яғни ол Шауал айында немесе одан кейінгі Зүлқаада, қазір біз Зүлқаада айындамыз, және Зүлхиджа айында жаңа 8-ші күні, мысалы соған шейін, ол сол қажылығы біткенше дейін сол ихраммен жүру керек болады олар. Жаңа қиран мен ифрат. Баракаллаху фикум. Оның соятын жаңағы десі жоқ, қойы жоқ, малы жоқ жаңағы. Оған мал сою парыз емес, уажib емес. Тағы да айтамыз, айырмашылықтары таматту, ең абзал түрі, қажылықтың ең абзал түрі, ол 2 рет ихрам қылады. Біріншісі, міне Шауал айында, немесе Зүлқаада айында, немесе Зүлхиджаның 1-і, 2-сі, 3-і, 4-і, 5-і, 6-сы, кез келген сол 8-не дейінгі күндері, ол не істейді? Жаңағы миқаттан өткен кезде
умраға ихрам қылады. Умраға ниет қылады. Баракаллаху фикум. Ол қажылыққа баратқан адам, бірақ ол умраны ниет қылады. Сол жерде тәлбие айтқан кезде лаббайк аллахумма умратан деп айтады. Осыны өте айырмашылығын дұрыс түсініп алу керек. Баракаллаху фикум. Лаббайк аллахумма, ол қажылыққа бара жатыр ғой, неге лаббайк аллахумма хаджа деп айтпайды? Неге қажылықты ниет етпейді? Ол қажылыққа бара жатыр, бірақ оныкі ең абзал тәмәттү қажылығы ол бірінші умраны жасау керек. Айырмашылығы сол. Бірінші умра жасайды, яғни умраның не жасалады умрада, оның шарттары қандай, рүкіндері қандай, ол дәл ұқсайды сол неге қажылыққа. Баракаллаху фикум. Ол жасайтын 2 рет ихрам қылады, және де 2 рет тауаф қылады умрасы үшін және қажылығы үшін, 2 рет саи қылады умрасы үшін және қажылығы үшін. Баракаллаху фикум. Және соятын малын сол жаңағы яумун нахр күні жаңағы не сияқты, қирон сияқты ол адам мал сояды. Ал қирон ол жаңа айтқан сияқты, ол 1 рет қана ихрам қылады. Ол шауалда қылама, әлде зүлқаадада келді ма, мысалы зүлхиджаның басында келді ма, екісінде, бірінде, үшінде келді ма, төртінде келді ма, сол енді қажылық біткенше дейін ол сол ихрамның жағдайында жүреді. Баракаллаху фикум. Енді қажылық айлары жаңа шауал, рамаданнан кейінгі ай, ол ай уже өтіп кетті қазір. Зүлқаада айы, бүгін қазіргі ай, біз тұрған ай, және зүлхиджа айында осы қажылық айларында ниет қылады. Баракаллаху фикум. Ниет қылды умраға, умраны жасап алады. Ол қалай? Ниет бірінші рүкіні, екінші рүкіні ол тауаф қылады, сосын Қабаны 7 рет айналып, және саи қылады, Сафа мен Марван арасында, тауаф қылады, Сафа мен Марвасында саи қылады. Сосын шашын алу оған уәжіп болады. Немесе түгелдей алу керек, немесе қысқарту керек. Ғалымдар айтады, қысқартқан абзал, өйткені қажылық келе жатыр, алдында оның қажылық үшін тағы да шаш алу керек ол. Баракаллаху фикум. Сол үшін еркек адамға қатысты ол толықтай алған бұл жерде абзал емес. Өйткені көбісі тағы да осы жерде шатастырады. Толықтай жаңағы тақырлатып алған абзал емес пе, пайғамбар дұға қылған жоқ па? Дұға қылды, яғни оның алдында қажылық келе жатқандықтан бұл жерде қысқартқан абзал оған. Ал қажылық кезінде толықтай тақырлатып алған абзалы болады. Егер тек қана мынандай жағдай болуы мүмкін, мысалға шауал айында ол ниет қылды, яғни осындай кезде толықтай алып тастаса болады, өйткені әлі уақыт бар, шашы әлі шығады. Ал әйел адамға келетін болсақ, әйел адамда дәл солай, тек қана ол тақырлатып алмайды, шашын қысқартады, шашын барлығын жинайды да саусақтың ұшындай қылып бір қиып шығады. Баракаллаху фикум. Енді умрасы бітті, мутаматти. Умрасын жасады, шашын алғаннан кейін жаңа жататын жеріне барып, жаңа қонақ жайына барып, жуынып, киімін киіп, әтір жақса болады, басын жапса болады, кешегі тыйым салынған нәрселерді істей берсе болады, әйеліне де қосылса болады, егер әйелі мутаматти болса олда да. Осындай бір айырмашылық бар. Бұл абзал. Басқа қажылықтарға қарағанда бір ол абзал түрі. Баракаллаху фикум. Қиронның айырмашылығын айтты. Қирон осы шауалда немесе зүлқаада немесе зүлхиджаның 1, 2, 3-інде қай күні болса да осы 8-не дейін келді. Келген кезде бір ихрамды қылады да, сол жаңағы сияқты, мутаматти сияқты ол ихрамнан шықпайды. Ол сол кеше тыйым салынған нәрсе қажылық біткенше дейін оған сол тыйым салынған күйінде тұра береді. Баракаллаху фикум. Жаңағы шашына тиісуге болмайды, әтір жағуға болмайды, әйеліне қосылуға болмайды. Баракаллаху фикум. Сол кешеге тыйым салынған, бірінші кешеге емес, енді қашан өтті едік осы? Бір 3-4 күн бұрын өткен сабағымызда сияқты, сол тыйым салынған нәрсе тыйым салынып қала береді, ол ихрам жағдайынан шыққанша дейін. Егер құрметті бауырлар, егер сұрақ болса, түсінбей жатқан мәселе болатын болса, осы жаңағы мен осы номеріме телеграмға жазыңыз. Баракаллаху фикум. Егер түсінбей қалып жатқан болсаңыз, баракаллаху фикум. Ары қарай жалғастырамыз.
Екінші жаңа айтқан қиран, пайғамбарымыз осыны жасады, бірақ ол сахабаларға айтты, менің малымды алып келмеген кезде, ол малды алып келген жаңа миқаттың сыртынан Али радиаллаху тағала анху Йеменнен алып келді, өзі сол толықтай 100 түйе сойған пайғамбарымыз. Ал ифрат деген муфрид, тек қана қажылық жасалады ол жерде, ол мал соймайды оған, ол да бір рет ихрам қалады, бір тауаф, бір саи бүкіл қажылық үшін. Сосын қашан оған жаңағы ихрам жағдайынан шығады, сол нахр күні, қазір айтылады, ол бір істелінетін нәрселер бар, соны істегеннен кейін жаңағы басын жапса болады, киімін кисе болады, жаңа әтір сепсе болады үстіне. Тек қана әйеліне қосылуының өзінің бөлек бір шарты бар. Иншалла ол қазір айтылады, баракаллаху фикум. Сол үшін осы үш қажылықтың үш түрінің айырмашылығын біліп алу керек. Осы үш түрін біліп алу керек. Таматту, мутаматти, ол пайғамбар осыны жасауға бұйырды. Өзі қиран болып тұрса да, мен осыны жасар едім деп айтқан. Басқа сахабаларға, кімде-кім қиран жасағысы келген сахабаларға айтады, кімнің малы жоқ болса қолында, қасында, ол умра қылып жіберіңдер дейді, жаңа сендердің ниеттеріңді. Барып умра жасаңдар да, сосын ихрам жағдайынан шығып, жаңа Зүл-Хиджа айының 8 күніне дейін жаңағы істей беретін нәрсені істей берсе болады. Жаңа әтірді жақса болады, әйеліне қосылса болады, жаңағы киімдерді кисе болады деген сияқты. Өйткені шынымен де ол ауыр, жаңағы ихрам жағдайында жүру, ол ұзақ уақыт жүру, ол оңай нәрсе емес. Баракаллаху фикум. Соның ішінде еркектерге сол жаңағы ихрамды киіп жүру ұзақ уақыт бойы шынымен де ол оңай нәрсе емес. Баракаллаху фикум. Жалпы қажылық шынымен де ол оңай нәрсе емес, ол өте көптеген құлшылықтар бар, көптеген ішінде сұрақтар туындайды. Мына күні мынау жасалады, мына жерде мынау жасалады деген сияқты. Енді жаңа айттық, таматту қажылығы, ең абзал қажылық, ол умраны жасады, келді, умрасын жасады да, умрасын бітірді де, ихрам жағдайынан шықты. Енді қиран мен ифрат үшеуі де, мысалға алайық, Шауал айында келді, немесе Зүл-Қаада айында келді. Ана ифрат пен қиран екеуі де, екеуі сол қажылық біткенше дейін жаңа үстіндегі киім, жаңағы ихрам күйінде екі ақ, қалай айтсақ болады оны, екі ақ рида мен изар деп айтады, екі ақ жамылғы, соны киген күйінде, ақ болу шарт емес, бірақ ақ болған абзал, сол қажылық біткенше дейін сол күйінде жүреді. Ал мутаматти қасында, олар бәрі үшеуі бірге кірген болса да, соның умрасын жасап алады да, қарапайым киіммен жүре берсе болады. Қарапайым киіммен жүре берсе болады. Енді мутаматтитан басқа бір айырмашылығы, қиран мен ифрат, олар тауафул қудум деген нәрсе бар. Тауафтың үш түрі бар. Тауафтың, баракаллаху фикум, тауафтың үш түрі бар. Бірінші түрі тауафтың, ол тауафул қудум. Тауафул қудум, яғни келген кездегі, Меккеге келген кездегі жасалатын тауаф, ол тауаф осы ифрат пен қиранға жасаған абзал. Ал мутаматти, ол умрасы үшін қалайда ол жасау керек, ол рукн оған жасау. Қараңыз, тауафтың үш түрі бар. Біріншісі қудум, келген кезде ол абзал, ол мустахаб жасаған, сүннет. Түсініп отырсыз ба? Екінші тауафтың түрі бар, ол тауафул ифада. Тауафул ифада деген, ол үш түрі де, қажылықтың үш түрі де, мутаматти, қиран, ифрат, үшеуі де оны жасау міндет, ол қажылықтың рүкіні болып табылады. Баракаллаху фикум. Егер жасамаған болса, қажылықтары олардың толық болмайды. Түсініп отырсыз ба? Сол жаңағы тауафтың екінші түрі, ал-идафа, тауафул идафа. Үшінші, тауафул ифада. Үшінші түрі, ол тауаф ал-вада, яғни қоштасу тауафы. Қоштасу тауафы, ол ваджиб болып табылады. Ол үшеуі де осы Меккеден шығып бара жатқан кезде,
үшеуі де не істеу керек болады? Осы тауафул уада жасау керек болады. Ол уаджиб. Кеше айтылды уаджибтердің қатарында осы тауафул, яғни қоштасу тауафы. Сол үшін адамдар осыларды да кейде шатастырып жатады. Мысалы, мен ана тауаф жасадым, ол жетпей ма деген сияқты. Жоқ, бұл уаджиб тауафы, қоштасу тауафы. Тауафул ифада ол рүкін, ол қалайда жасалу керек қажылық үшін. Және тауафул қудум ол жаңағы абзал, ол ифратпен қиран жасайды. Муфридпен жаңағы қиран, қарин, оны жасаған оларға абзал. Бұлай айтқанда ол қудум келген кезде, Меккеге келген кезде жасайтын тауаф, баракаллаху фикум. Ал мутаматча ол умрасының ішінде рүкін болып табылады, оны жасау керек. Умрасы дұрыс болу үшін ол сол умрасы үшін не істеу керек болады? Тауаф, өзінің тауафын жасау керек болады. Енді сәи. Сәи, бұл сәи жаңағы ең абзал түрі деп айттық қой қажылардың, ол мутаматти. Оның бірнеше умрасы үшін жасалатын сәи, ол қалайда жасалу керек. Және қажылығы үшін тағы да бір сәи жасау керек. Ал қиран мен ифрат, олар екеуі тек қана бір сәи жасайды. Болды. Бүкіл қажылығы үшін бір сәи жасаса болды. Баракаллаху фикум. Және де қой сою кімге уаджиб болып табылады? Ол мутаматти, жаңағы ең абзал түрі деп айттық. Ол жаңағы яумун нахр күні қой сояды. Егер қой соятын жағдайы болмаса, онда 10 күн ораза ұстау керек болады. Ол 3 күн сол қажылық кезінде ұстайды, 7 күн үйіне қайтқаннан кейін елінде ұстайды оразаны. Ал қиран ол да өзімен бірге жаңа мал алып келу, сондай болатын болса, қажылықтың сондай түрі болатын болса, онда олда да мал сою керек. Мал соймаса, ол да ораза ұстайды. Ал ифрат оған мал сою міндет емес. Оның қажылығында мал сою деген нәрсе жоқ. Баракаллаху фикум. Осы айырмашылықтарын айтып өттім. Енді сол жаңағы қажылықтың ретімен айтып беруге тырысамын. Яғни осы айырмашылықтарды иншалла мен записьті шығарамын. Дұрыстап жаттап алған, яғни қажылық жасайтын адам болса, дұрыстап жаттап алу керек болады бұларды. Енді баракаллаху фикум, жалпы бірінші жаңағы қажылықтың күнінен бастасақ, 8-ші күні. Зүлхиджа айының 8-ші күнінде осы үшеуіне де қажылық басталады. Ары қарай ешқандай не жоқ, бұл айтқанда бір алып баратқандай айырмашылық жоқ. Зүлхиджа айының 8-ші күні. Мысалы қазір Зүлқаада немесе Зүлқиада, Зүлқаада айы қазір шамамен бүгін 19-ы, бүгін 19-ы. Зүлхиджа айы болады. Зүлхиджа айының 8-ші, баракаллаху фикум, 8-ші күнінде, 8-ші күнінде не істейміз біз? Мутаматти жаңағы өзінің киіммен тұр ғой, басында бас киімі бар шығар мүмкін, немесе қарапайым киім киіп алған, оған әтір сеуге болатын еді. Сол адам болсын, ол қиран болсын, әлі жаңағы өзінің басында кірген кезде жаңағы ихрамның күйінде олар, немесе ифрат, муфрид, олар да сол өзінің киімінде, тек жаңа мутаматча сол 8-ші күні қалайда киіну керек, ол жаңа екі киімдерін бәрін шешу керек. Енді қайтадан тыйым салынады оған. Аналарға екеуіне ол оған дейін тыйым салынған нәрсе қажылық кезінде әлі тыйым салынып тұрады, қажылық өткенше дейін. Енді 8-ші күні сіз мысалы недесіз? Өзіңіздің қонақжайдасыз. Қонақжайдасыз. 8-ші күні не істейді? Біз қайда тұрмыз? Меккенің ішінде қай жерде жүрміз? Біреуі мысалы қонақжайда, біреуі тағы біреудің үйінде деген сияқты. Сол 8-ші күні не істейді? Ихрамға ниет қылады. Жаңа мутаматтихның тек кішкене айырмашылығы осы жерде. Сол жерден қажылыққа енді ниет қылу керек болады ол. Қажылыққа сол жерден ниет қылу керек болады. Солай үш түріде сол 8-ші күні не істейді? Минаға аттанады. Мина деген
сол баракаллаху фикум. Қазір. Егер бауырлар түсініксіз болып отқан болса, бір мәселе сұрақты жазып жібере қоярсыздар, иншалла. 8-ші күні Минаға аттану керек болады. Пайғамбар солай Минаға 8-ші күні жаңа сахабалармен барлығы Минаға аттанды. Минада ол жерде нелер бар? Жаңағы әртүрлі палаткілер бар, сол жерде әр бір елдің өзінің палаткілері бар, сол жаққа аттанады адамдар. Ол жерде Минада зухр намазын 2 ракағат оқу керек, аср намазын 2 ракағат қысқартып оқимыз, мағрибті 3 ракағат, айшаны 2 ракағат қысқартылады, таң намазын 2 ракағат қылады, және әр қайсысын өз уақытында оқиды. Көрдіңіз бе, бір шариғаттың сондай бір машалла таңғалатын жерлері көпті. 2 ракағат қылып қысқартты, бірақ зухр мен асрды, мағриб пен ишаны қосқан жоқ Пайғамбар. Сол осы қажылыққа қатысты өзі бір несі, осы жасалынатын сондай сүннет амалдары. Зухрда бауырлар неке туралы сұрақ емес, қажылыққа байланысты айтып отырмын. Бұл қажылыққа байланысты сұрақ болса. Қалған сұрақтар иншалла, егер уақыт болса, жауап беруге тырысамын иншалла. Иә, 8-ші күні Пайғамбар осылай 8-ші күні ниет қылды. 8-ші күні ниет қылды. Таңертең таң намазын оқыды, сосын Минаға аттанды Пайғамбар. Минаға аттанды. Сосын сол жақта зухр намазын өз уақытында 2 ракағат қылып оқыды, аср намазын 2 ракағат қылып оқыды, мағрибті 3 ракағат және ишаны 2 ракағат қылды. Сосын таң намазын 2 ракағат қылды, әр қайсысын өзінің уақытында оқыды. Осы Пайғамбар 8-ші күні тағы айтам, сапарға шықты Минаға, солай жасады. Әр қайсысын өз уақытында оқыды және қысқартты. Тек мағриб 3 ракағат қылып оқылады, әр қайсысын өзінің уақытында оқыды. Бұл 8-ші күні Минада не істеді? Таң намазын, яғни 9-ші күнінің таң намазына дейінгі жағдай, таң намазын оқыдық. Сол Минада енді арғарай не істелінеді? Яғни 8-ші күні бізде бітті. 8-ші күні бізде, альхамдулилля, уже былай айтқанда бітті. 8-ші күннің мәселесі, альхамдулилля, бізде бітті. 12 жасар баламен баруға болады. Қандай мақсатта, яғни махрам қылып па? Егер махрам, айтамыз, махрам қылу ол қашан махрам болады бала? Бала, ғалымдар айтады, немесе 15 жасқа жету керек, немесе шахуатпен ұрық шығу керек, немесе жаңа шаш шығу керек мүшелерінің жанынан. Ол балаға қатысты, балиғат жасқа жетеді осылай. Балиғат жасқа жетеді. Сол кезде ол махрам болады. Мынау сұрақ өте көбейіп кетті. Қазір сосын жауап берейін, иншалла. Аллах нәсіп етсе. Сол бізде 8-ші күні бізде бітті. Қажылықтың альхамдулилля 8-ші күні бітті. Енді 9-ші күні сол Минада әлі таң намазын оқимыз. Баракаллаху фикум. Яғни сол Зулхиджа айының 9-ші күні ол Арафа күні болып табылады. Үлкен ұлы бір күн. Ол күні, Арафа күні, сол күн шыққаннан кейін Пайғамбарымыз не істеді? Арафаға аттанды. Минада таң намазын оқыды 9-ші күні, 8-ші күні бізде бітті, 9-ші күні.
таң намазын оқыды пайғамбар Минада. Солай күн шыққаннан кейін пайғамбар Арафаға қарай аттанды, жол жүрді. Пайғамбар осы жерде тәлбияны айтатын: лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак, лаббайк иннал хамда ва ниъмата лака вал мульк ла шарика лак деп. Аллаху акбар десе де, ла илаха илlallah, басқа да зікірлерді айтса болады, баратқан кезде айтса болады. Енді Арафаға жеткен кезде 9-шы күні, Зулхиджа айының 9-шы күні Арафаға жеткен кезде сол жерде, енді ол жердің намазы басқашалау. Сол жерде зухр мен аср намаздарын біріктіріп, 2 ракағаттан оқиды қысқартып. Ол жерде зухр мен асрды біріктіріп, бір азан 2 қаматпен оқиды. Сол жерде мешіт бар. Арафада не бар? Мешіт бар. Намира мешіті. Сол жерде, баракаллаху фикум, имаммен, немесе сол имамның наиб имамдар, орынбасарлары, солармен бірге намаз оқыса жақсы. Бірақ егер оған мүмкіндік болмады ма, оқуға мүмкіндік болмады ма, оның ешқандай бір несі жоқ, қалай айтсақ болады, бір мүшкіл жоқ ода. Мүшкіл жоқ, бола береді. Өзінің әрқайсысы өзінің палатасында оқыса да болады, бірақ мешітке барып оқыған абзал. Мешітке барып оқыған абзал. Әрқайсысы кім қай жерде тұр? Біреуі мысалы палаткасында, біреуі мысалы көліктің ішінде, біреуі ана жерде, біреуі. Әл-мухим, ең бастысы сол Арафаның, сіз Арафаның аумағында болу керексіз. Арафаның аумағында болу керексіз. Кешегі айтқан ана уаджиб мәселелерде айтылды сабақта, бірінші сабағымызда, сол күн батқанша дейін. Әрқайсысы өзінің орнында тұрып, жаңағы дұғаларын қылған абзал. Енді осы Арафа күні турасында, Арафа күні турасында қазір иншалла қазір сабақтан кейін жауап беруге тырысамын мына сұрақтарға. Арафа күні турасында пайғамбар айтқан, пайғамбар Арафа күні турасында айтады: адамдардың тозақтан өте көп азат етілетін Арафа күні сияқты күн жоқ дейді ондай. Расында Аллах Тағала оларға жақындап, періштелердің алдында Арафада тұрған адамдармен мақтанады дейді. Солай пайғамбар айтқан Арафа күні турасында. Баракаллаху фикум. Арафа күні ең бір абзал күндердің бірі. Ол күні ораза ұстаған қажылар емес адамдар, қажылықтағы емес адамдар үшін ораза ұстаған абзал. Баракаллаху фикум. Осы Арафада тұрған кезде қолдан келгенше көп дұға еткен дұрыс. Бір хадис келеді, жақсы хадис, бір иснадында азымыз нелер бар, сөздер бар. Пайғамбар айтады: ең сол абзал күн сол Арафадағы пайғамбарлар айтқан сөз ол ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульку лахул хамду ва аля кулли шайин қадир деп айтқан екен. Пайғамбар өте ұзақ, өте көп дұға еткен осы Арафа күнінде. Қолдан келгенше осылай зухр мен асрды оқып алғаннан кейін солай күн батқанша дейін солай дұға еткен дұрыс.
сол абзал. Дұғаларды жазып алып, мысалға телефонға немесе қағазға, немесе сол қолдан келгенше сол дұға еткен дұрыс. Енді күн батқаннан кейін біз білеміз шариғат бойынша күн батты ма 9-шы күн Зулхиджа айының 9-шы күнінен 10-шы күнге ауысты, 10-шы түнге ауысты. Сол 10-шы түн деп жазып қойсаңыз болады өзіңізге. Не істелінеді енді 10-шы түнде. Арафада күн батқаннан кейін адамдар асықпай, бір-бірін итермей, адам өте көп болады бұл жақта. Оған дайын болу керек қолдан келгенше. Әртүрлі әр жақтан, әр елден адамдар келеді. Біреуінің жаңағы мінезі бар, біреуінің тәрбиесі бар, біреуінің тәрбиесі жоқ дегендей әртүрлі адамдар келеді. Кейбір нәрселерді көріп, адам нетіп қалмау керек, кішкене жаман ой келіп қалмау керек. Біреуге қарсы сөз айтып қоймауға тырысу керек. Қарсылықта біреуді ренжітіп алмауға тырысу керек. Бұл үлкен бір құлшылық. Пайғамбар айтады, әйелдерге дейді, жихад бар ма деген кезде, Пайғамбар Айшадан сұраған кезде айтады, бар дейді, бірақ ол жерде ла қиталя фихи дейді, ол жерде бірақ соғыс жоқ дейді. Яғни олардың жихады бар, бірақ ол жерде былай айтқанда төбелес жоқ, соғыс жоқ оларда, олар әйелдер үшін. Ол не десе, олар әл-хаджул мабрур дейді. Сондай бір керемет қабыл болатын қажылық дейді. Яғни бұл қандай қажылық? Яғни ешкімге зиян берместен, біреуді балағаттамай, біреуге зиян бермей, ешқандай жаман сөзсіз, жаңа әйелге қосылмай, сол әртүрлі шарықтайды ғалымдар. Сондай бір қажылық, керемет қажылық. Пайғамбар сүннетіне сәйкес орындалған қажылық. Сол Пайғамбар сахабаларға айтқан екен, сол кезде былай айтқанда тыныштық, тыныштық, жаймен мағынасы, яғни былай айтқанда асықпай, байсалдылықпен жүріңдер, Мұздалифаға қарай аттаныңдар деп айтқан. Солай Мұздалифаға қарай күн батқаннан кейін қажылар Мұздалифаға қарай аттанады. Мұздалифа деген тағы да бір жер, ол сол жерде түнеуіміз керекпіз. Сол жерде не істеуіміз керекпіз? Түнеуіміз керекпіз. Мұздалифаға жеткеннен кейін мағриб пен иша намаздарын бірге қосып, ишаны қысқартып, мағриб уақытында да оқыса да болады, оқимыз. Ол жерде Пайғамбар ол жерден сол азан айтып, бір азан екі иқамамен оқыған, олардың арасында да ешнәрсе оқымаған, одан кейін де ешнәрсе оқымаған Пайғамбар. Яғни сүннет намаздары оқылмаған. Пайғамбар осылай жасаған. Осы дұрыс жол. Адамдар сөзсіз Мұздалифаға келгеннен кейін біреулері әңгіме айтып отыруы мүмкін, біреулері тамақтануы мүмкін деген сияқты. Оны тамақтанса да болады, біреулері зікір етуі мүмкін деген сияқты. Бірақ Пайғамбар осы түнде, Мұздалифа түнінде намаз оқығаннан кейін не істеді? Ұйықтады, демалды. Неліктен? Өйткені келесі күні, яғни сол күн шыққаннан кейінгі мысалы 10-шы күні үлкен құлшылықтар не істеп тұр? Күтіп тұр. Үлкен құлшылықтар күтіп тұр. Яғни күш жинап алған абзал. Сол уақытта күш жинап алған, баракаллаху фикум, абзал. Болады жаңағы біреулер тамақтанса да болады, тағы басқа. Бірақ бірден жатып демалып алған абзал. Сол Мұздалифада не істеу керек? Түнеу керек. Мұздалифада түнеу керек. Енді келесі бір мәселе, ол Зулхиджа айының несі? Зулхиджа айының 10-шы күні. Қандай амалдар бар ол жерде? Қандай амалдар жасау керек Зулхиджа айының 10-шы күні? Яғни Мұздалифада біз демалып қалдық жаңа. Сол жерде таң атты. Солай таңға азан айтылады, иқама айтылады, сөйтіп намаз оқылады. Пайғамбар осы жерде фаджр намазының, таң намазының 2 ракағат сүннетін оқыды. Сосын 2 ракағат парызын оқыды. Солай Пайғамбар күн сарғайғанша дейін таң намазынан кейін қолын көтеріп дұға еткен. Пайғамбар сөйтіп зікір қылған.
Солай қараңыз айырмашылығы. Күн шықпай тұрып, бірақ күн шықпай тұрып, солай Минаға қарай аттанып Пайғамбар. Осы сүннет болады. Күн шықпай тұрып, Муздалифада таң намазын оқимыз. Муздалифада таң намазын оқығаннан кейін күн шықпай тұрып, неге Минаға қарай жол алған осы сүннет болады қажылар үшін. Енді әлсіз адамдарға ертерек кетулеріне рұқсат. Яғни таң намазына күтпей-ақ, мысалы әлсіз адамдар болса, кетеміз десе, кетсе рұқсат. Оларға рұқсат берген Пайғамбар. Сол анау болып отқан қазір енді таң атқаннан кейін үлкен бір ана жерде бір қарбалыс болады. Адамдар көп, өте көп. 1 миллион емес, 2 миллион емес, одан да көп. Ол жерде шынымен де қиын болуы мүмкін. Әлсіз адамдар болса, Минаға қарай кете берсе болады. Рұқсат берген Пайғамбар. Баракаллаху фикум. Солай таң намазын оқыды Пайғамбар. Күн сарғайғанша дейін дұға етті, зікір қылды. Солай күн шықпай тұрып, солай Минаға Пайғамбар аттанды. Баракаллаху фикум. Енді сол Зүлхиджа айының 10-шы күніндегі жасалатын құлшылықтарға келдік. Зүлхиджа айының 10-шы күнінде жасалатын құлшылықтар. Қандай құлшылықтар бар? Бұл жерде ең үлкен бір құлшылықтар бар. Бұл үлкен қажылық күні деп аталады. Ғалымдардың бұл айтқан тілімен үлкен қажылық күні деп атайды бұны. Бұл 10-шы Зүлхиджаның 10-шы күні. Бұл біздің айт күні, мереке күн. Қажылар осы жерде үлкен бір құлшылықтарды қылады. Қажылар осы жерде үлкен бір құлшылықтарды қылады қажылықта. Зүлхиджа айының 10-шы күні үлкен бір 4 құлшылық бар. 10-шы күні үлкен бір 4 құлшылық бар. Ол жамаратқа барып 7 тас тастау біріншісі. Екіншісі, егер жаңағы қажылықтың 3 түрі бар деп айттық, мутаматти мен қарин. Олардың мал сою керек олар. Ал ифрат болатын болса, оларға мал соймайды олар. Осы екеуі болса, малдары болса, сол жерде иншалла ақша беруге мүмкіндік бар. Мутаматти болатын болса, енді қазір қарин тағы айтамыз. Қарин болып жасайтындай мүмкіндік шынымен де қазір өте қиын. Яғни бұл айтқанда сіз жаңағы малды өзіңізбен апара алмайсыз. Сол жақтағы мүмкін тұратын адамдар, сол Саудияда тұратын адамдар мүмкін мал апара алатын шығар өздерімен бірге. Бірақ сіз мысалға біздер қазір алып бара алмаймыз ол жаққа. Енді мутаматти жасайтын болсақ, біз сол жерде сенімді адамдар болса, соларға ақшасын беріп сойдыртсақ болады. Немесе өзіңіз барсаңыз да болады, ана жерде мал соятын жер бар, үлкен сондай. Сол жерге барып өзіңіз таңдап алсаңыз болады бір. Ұнағанын таңдап өзіңіз сойдыртсаңыз болады. Соның қараса да рұқсат сол жерде. Немесе сенімді адамдарға берсеңіз де болады. Сол мал сойылады, сол 10-шы күні. Қалай тас лақтыратынын қазір айтамыз. Мал сойылады. Қанша мал сойсаңыз да өзіңіз білесіз. 7 адам болып, бір түйе сойсаңыз да болады, бір сиыр сойсаңыз да болады, өзіңіз бір қой сойсаңыз да болады. Бірнеше қой сойсаңыз да болады. Баракаллаху фикум. Пайғамбар 100 түйе сойған. Енді 3-ші амал құлшылық сол Зүлхиджа айының 10-шы күні болатын. Ол шашты еркек адам толықтай тақырлатып алу абзал, немесе қысқарту. Әйел адам шашын барлығын жинайды да, қолының ұшындай, саусақтың ұшындай бір қысқартып жібереді. Саусақтың ұшындай көлемде. Баракаллаху фикум. Осы 3-ші құлшылық, сол Зүлхиджа айының 10-шы күні жасалатын құлшылық. 4-ші құлшылық, ол жаңа айтқан кез келген қажылықтың кез келген түрі үшін ол жасалу керек болатын нәрсе, ол тавафул ифада. Яғни бұл рүкін болып табылады. Яғни таваф жасау керек олар. Сосын сә'i қылады. Енді бір мәселе бар.
Мутаматти бұл екеуін жасау керек. Ол басындағы тауаф пен саи ол оның умрасы үшін болды. Енді қарин мен тауафул жаңағы қарин мен муфридке келетін болсақ, муфрид дейтін тек қана қажылық жасап жатқан адам, қарин деген оның малымен келген адам, жаңа тағы айтамыз. Ол адамдар келген кезде жаңа айттық қой, тауафтың 3 түрі бар. Тауафул қудум. Оны жасауымен шатастырмау керек. Ол абзал тауаф. Тауафул қудум оларға абзал. Мынау жасалатын 10-ші күні жасалатын ол тауафул ифада, ол тауаф рүкін болып табылады. Қажылықтың рүкіні. Оны қалай да жасау керек олар. Баракаллаху фикум. Енді сол кезде саи жасап тастаған болуы мүмкін. Ол басында жасаса, енді осы саиді жасау, осы күні саи жасау оған міндет емес. Ол басында жасаған болса егер, жаңағы абзал тауафпен жасаған болса. Егер ол жерде ол жасамаған болса саиді, осы күні олар тауафпен бірге саи жасау керек болады. Баракаллаху фикум. Енді бұл ретімен айтылды. Бірінші тас тастау, сосын мал сою, егер мутаматти мен қарин болатын болса, шаш алу және тауаф қылу, саи қылу. Бұл ретімен болу шарт емес. Ретімен болу шарт емес. Біреу бар бірінші тауаф қылып келуі мүмкін, баракаллаху фикум. Немесе барып мал сойып сау мүмкін деген сияқты. Ретімен болу шарт емес. Мысалы, біреу айтуы мүмкін, сіздің гейдіңіз мысалы сенімді адам болса, егер айтуы мүмкін, ақшасын беріп тастай бер мал үшін деп айтса, ақшасын берсеңіз болды. Баракаллаху фикум. Әрине абзал, мал сойылды ма, сойылмады ма білгенін абзал, білу абзал. Әрі қарай тас лақтыру. Осы жерде тағы бір кемшіліктері бар тас лақтыру мәселесінде. Тас лақтырған кезде тасты кішкентай саусақтың ұшындай тастар, ол үлкен андай тастар болмау керек. Ол кішкентай саусақтың ұшындай тас лақтырғаны сол абзалы, сол сүннет. Сосын лақтырған кезде андай лақтыру емес, андай бір қатты лақтыру, ол емес, ол тек тастау жай, андай. Пайғамбар саллаллаху қолы жоғарыда тұратын болған, бір андай қалай айтсақ болады бұны. Андай лақтыру емес, бұл күшпен жай тек тастау. Сол анау жамарат ана жерде қазір жеңілдетіп қойды. Ол неше қабат қазір? Мен білмедім, қазір 3 па, 4 па, мүмкін 5 қабат шығар. Анау жаңа қарбалыс болмас үшін, ана жерде бір-бірін таптамас үшін сондай бір әдемілеп жеңілдетіп қойған. Аллах ол кісілерге разы болсын. Сол жерде біраз адамдар қызмет қылады, бір-бірін таптап кетпеу үшін. Сол бірнеше этаж. Сол анау бір ашық тұрған бір жер, сол жерге тасты тек тастасаңыз болды. Андай тас лақтыру деген кезде андай болып қалмау керек, бір үлкен тас болмау керек, және де қатты күшпен лақтырудың қажеті жоқ. Субханалла, небір видеолар жүреді, оны көрген шығарсыздар. Мүмкін көруіңіз де мүмкінсіз. Анау шайтанға тас лақтыру деген кезде андай бір, субханалла, бар күшімен үлкен тастарды лақтырып, біреудің басына тиіп отыр ол мысалы. Анау қайтадан өзіне шығып жатқандар бар. Небір видеолар бар. Сонымен сосын мақтанады, сондай істеп отыр деп, шайтанға тас лақтырып отырмыз осылай деп. Жоқ, бұл дұрыс емес. Пайғамбар сүннеті олай емес. Пайғамбар сүннеті олай емес, баракаллаху фикум. Шайтанға тас лақтыру дегенде ол тасты жай тастау, және де кішкентай тастар болу керек олар. Баракаллаху фикум. Енді бұл Зүл-Хиджа айының 10-ші күні жасалатын үлкен 4 құлшылық. Үлкен 4 құлшылық. Енді бір мәселе бар. Осы 4 құлшылықтың қайсысын жасасақ бізге рұқсат берілетін нәрселер болады. Сол рұқсат берілетін нәрселер бар. Сол 4 құлшылықтың мал союды алып тастаймыз. Үшеуі қалды бізде. 4 құлшылықтың мал союын алып тастаймыз. Бұны да дұрыстап түсініп алу керек. 4 құлшылықтың мал союын біз алып тастаймыз. Яғни ол жасалса да, жасалмаса да, ол 4 құлшылықтың ішіне қоспаймыз. 3 құлшылық қалды бізде. Бұл шаш алу және тауаф қылу
және жамаратқа барып 7 тасты тастау. Тағы айтамын, осы 4 құлшылықтың ішінде мал союды біз не істейміз? Алып тастаймыз, соның үшеуі қалды. Үшеуі қалды, сол үш құлшылықтың егер егер сол үш құлшылықтың екеуі орындалатын болса, яғни кез келген екеуі, дұрыстап түсініп алу керек, осы үш құлшылықтың сол 4 құлшылықтан сол қой союды алып тастаймыз, мал союды алып тастаймыз, үшеуі қалды бізде. Оған мал союды қоспаймыз, үшеуі қалды. Сол үшеудің, үш құлшылықтың екеуін істесеңіз, кез келгенін шаш алдыңыз, жамаратқа барып тас лақтырдыңыз. Сізге не болады? Тахаллул, бірінші тахаллул дейді. Бұл ихрам кезінде сізге тыйым салынған нәрселердің барлығы сізге рұқсат болады, тек қана әйелге қосылу рұқсат емес. Тек қана әйелге қосылу, немесе әйел күйеуімен қосылуға рұқсат жоқ. Басқасының барлығы рұқсат, көрдіңіз бе? Осы үш құлшылықтың екеуін істесеңіз, мысалға, әтір сепсеңіз болады, киім киіп алсаңыз болады, басыңызды жапсаңыз болады, басқа да құлшылықтар жасай берсеңіз болады, тек қана әйелге қосылуға болмайды. Егер қой союдан, қой да кіреді оның ішінде, түйе де кіреді, тағы басқа, сол мал союды алып тастағанда, ол үш құлшылық қалады ғой, сол күні жасалатын. Сол үш құлшылықтың жамаратқа барып 7 тас тастайды, немесе шаш алады. Тауафул ифада жасап қайтады баратта. Сол жасаған кезде тыйым салынғанның барлығы, тек қана әйелден басқасының барлығы рұқсат болады. Енді соның барлығын істесеші, онда тіпті әйелде рұқсат болады, әйелге қосылуға да рұқсат болады. Яғни кезекпен істеу, тағы айтамын, сұрақ қоюшылар, бауырлар, кезекпен істеу шарт емес. Пайғамбарымыз саллаллаху сол сұрақ сахабалар сұраған кезде, сол күні, 10-ші күні, мен бірінші таваф қылып қойдым, бірінші ананы істедім, бірінші мынаны істедім, сосын мынаны істедім деп сұраған сұрақтардың барлығына ифәл уәлә харадж, яғни істе, ешқандай рұқсат, яғни ешқандай мүшкіл жоқ, ешқандай күнәсі жоқ деп Пайғамбар сөйтіп жауап берген. Яғни ретімен болу шарт емес. Баракаллаху фикум. Енді Зүлхиджа айының 11-ші күні жасалатын амалдарға келдік. Оны дәптеріңізге немесе телефоныңызға жазып қойсаңыз болады. Ташрик күндері келдік енді. Ташрик күндері бұл негізі біздің мереке күндеріміз. 3 күн мереке күні біздің мұсылмандардың осы ташрик күндеріне келетін жасалынатын амалдарға келдік. Ол Зүлхиджа айының 11-ші күні. Альхамдулилля, біз киімдерімізді киіп алдық, басымызды жапсақ болады. Жаңа айтылғандай, сол енді Минада өткізетін күндер. Қалды біз үшін. Альхамдулилля, Арафа күні де өтті, бауырлар. Муздалифада да түнелді. Енді сол Минада өткізетін күндер қалды. Бұны ташрик күндері деп айтамыз. Осы ташрик күндерінің 2 күнінде тас лақтыру, баракаллаху фикум, уаджиб болады. Парыздардан болып есептеледі. Уаджиб болады. Баракаллаху фикум. Біз айттық па, айтпадық па, сол уаджибті жасамаған адам қажылығы үшін, бұл сол уаджибті жасамағандығы үшін, ол 3 нәрсенің біреуін жасау керек болады. Баракаллаху фикум. Бұны айттық па, біз айтпадық па? Егер бір уаджиб тастаған болса, 3 нәрсенің біреуін жасау керек болады. Ол ораза ұстау керек. Ол 3 күн ораза ұстау керек.
соның қажылықтың кезіндегі уажипті жасамаған үшін соның үшеуінің біреуін жасайды. Немесе 3 күн ораза ұстайды ол адам, немесе 6 міскінді тамақтандыру керек, немесе қой сояды. Немесе қой сояды. Баракаллаху фикум. Осы үш амалдың біреуін орындау керек болады. Енді қайтадан ташрик күндеріне қайтамыз. Осы ташрик күндерінің бастапқы 2 күнінде тас лақтыру қажылықтың парыздарынан. Бірінші мен 2 күндерінде. 3 күні ол абзал. Және де түнеу. Түнеу де сол уажиптерінен болып табылады. Бірінші мен 2 түндерінде түнеу. Анда мында қыдырыстап жүріп, соны уақытты жоғалтып алмау керек. Сондай да бір нелер бар, субханалла, қыдырыстап, Меккені аралап, жаңағы болмайтын жерлерді қарап, қай жерде уахи келді, қай жерде уахи келген жоқ, пайғамбарымыз, сондай нәрселерді жасап жүретіндер бар, гидтер бар сондай. Ол жақсы емес. Сол үшін бұл құлшылық, үлкен бір құлшылық. Қаншама ақша құртасыз, қаншама сол құлшылық еңбектендіңіз, соның бәрі далаға кетіп қалмау керек, Соны қолдан келгенше дұрыс пайдалануға әрекет ету керек. Баракаллаху фикум. Сол бірінші күнінде, 2 күнінде, түнеу түндерінде және тас лақтыру ол не болады екен? Парыз болып табылады. Енді айттық, Зүл-Хиджа айының 11 күні болды. Зүл-Хиджа айының 11 күні түнін түнеп тастадық, күні болды. Күнінде жаңағы күн қақ төбеден жаңағы батысқа қарай өткен кезде күн қақ төбеден тұрғаннан кейін батысқа қарай өтеді ғой. Сол зухр намазының уақыты сол. Енді біздің жақтарда күн қақ төбеде тұрмайды, бірақ Меккеде, Мединеде қақ төбеде тұрады күн. Сол кезде көлеңке былай қарай, күн былай қарай батысқа қарай өтті ма, сол кезде бізге рұқсат жамаратқа барып тас лақтырамыз. Ол жерде жамарат деген 3 жамарат бар. 3 жамарат. Біріншісіне барып 3 тас лақтырамыз. Иншалла мен бұны жазып тағы шығарам. Бұның сүннет амалдары бар. Қалай лақтыратын? Жаңа кішкентай таспен жай лақтырудан басқа тағы да сүннет амалдары бар. Сөзсіз бұл кішкене жазып алмаса, кішкене қиындау болатын шығар. Мен иншалла оны группаға шығарам. Сол бірінші жамаратқа барамызда 7 тас лақтырамыз. Екінші жамаратқа барамызда 7 тас лақтырамыз. Үшінші жамаратқа барамызда 7 тас тастаймыз. Солай сол тас лақтыру құлшылығы, тас тастау құлшылығы солай бітеді. Екінші күні, яғни Зүл-Хиджа айының 12 күні бұл. Түнін түнедік, 12 күні. Яғни болдар айттық жаңадай қажылықтың парыздарынан. Ташрик сол күндерінен 2 күні, ташрик күндерінің Зүл-Хиджа айының 12 күні болып табылады бұл. Тағы да дәл бірінші күндегідей тас лақтырамыз. Бірінші тасқа барып, бірінші жамаратқа барамызда 7 тас лақтырамыз. Екінші жамаратқа барып, тағы 7 тас, үшінші жамаратқа барып, тағы 7 тас тастаймыз да, солай кетіп қаламыз. Енді Зүл-Хиджа айының 13 түні, ол жерде түнеу абзал, біреу асығып кете берсе де болады, рұқсат. Аллах тағала оны Құранда айтқан, пайғамбарымыздың хадистерінде де келеді, Бақара сүресінде келеді бұл. Кімде-кім ерте асығып кететін болса, аяқтаса ешқандай күнә жоқ. Кімде-кім егер 3 күнге қалатын болса, олда да ешқандай күнә жоқ. Бірақ бұл Аллах тағаладан қорқатындарға қатысты дейді. Пайғамбарымыз осылай сүннеті өзі осы 13 түнін түнеді Минада, және 13 күнінде де солай тас лақтырды пайғамбарымыз 13 күні. Бұл пайғамбарымыздың сүннеті. 13 күні тас тастап, бұл пайғамбарымыздың сүннетін істеймін дейтін болса, ол жақсы. Ал
кім ерте кетем дейтін болса, ол адам күн батпай тұрып кету керек. Күн батпай тұрып, 12-ші күні, 13-ші күнін түні кірмей тұрып кету керек болады ол адам. Егер кім жаңа ерте кетем дейтін болса. Ал қалам дейтін болса, қалса болады. Сосын кішкентай біреудің баласы болуы мүмкін, Жабир радиаллаху таала анхудан келген сияқты. Біз олардың атынан тәлбие қылдық дейді, олардың атынан біз тас лақтырдық дейді. Енді 13-ші күні сүннет болу деп айттық. Тас лақтыру ол жерде, ол уажib емес. Сол күні біз тас лақтырып, пайғамбар сияқты істеген абзал. Не істеді ол? Зухр намазын оқымай, 13-ші күні тас лақтырғаннан кейін оқымай Минадан шығып кетті пайғамбар. Түсініп тұрсыз ба? Жаңағы неден оқымай, зухр намазын оқымай Минадан пайғамбар шығып кетті. Осы біздің жалпы иншалла Аллах тағала берекет етсін, пайдалы етсін осы сабақтарымызды. Қажылық турасындағы сабағымыз осы. Баракаллаху фикум. Аллах тағала жасайтын қажылықтарыңызды жеңілдетсін, сүннетке сәйкес қылсын. Бұл жаңа сабақта айтылды. 10-ші күні ретпен болу ол шарт емес. Ретпен болу ол шарт емес. Бір апа жазыпты. Бірінші сабақты мен шығарған сияқтымын, или шығармадым бекен. Шығарам иншалла. Ниеттің қай күні болатыны айтылды. Тағы айтамыз, бір қайталап жіберейік. Қажылық айлары Рамадан айынан кейін келетін Шаувал айы бар. Сол Шаувал айында сіз қажылыққа ниет қыла аласыз. Егер сіз қарин немесе муфрит болатын болсаңыз, қой саймайтын түрі жаңағы, немесе қоймен баратын түрі, сол уақыттан бастап сіз қажылыққа ниет қыласыз да, қажылық біткенше дейін жаңағы сізге тыйым салынған нәрсе тыйым салынып тұрады. Және де сіз еркек болсаңыз, шашыңызға тиісуге болмайды, сол тыйым салынған тырнаққа тиісуге, бас жау болмайды, әтір жау болмайды, әйелге жақындауға болмайды. Соның барлығы сізге тыйым салынып тұрады. Баракаллаху фикум. Сол ниет қыласыз. Ал мутаматти болатын болса, сіз соны сұрап отқан болсаңыз, онда сіз сол жаңағы қажылық айларының Шаувалда, немесе Зулқаадада, немесе Зулхиджаның 1, 2, 3, 4 деген сияқты кез келген айда бар умра ниетімен кіресіз, умраны қыласыз. Умра қылғаннан кейін сол ихрам жағдайынан шығасыз. Сізге барлық нәрсе сізге рұқсат болады. Сосын Зулхиджа айының 8-ші күні ниет қыласыз қажылыққа. Аллах тағала естігенді пайдалы етсін. Иншалла тағы да уақыт тауып мына сұрақтарға жауап беруге иншалла тырысамын. Аллаху алам. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.